Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен ең ерекше тағам лағман, кей жерлерде майқамыр, әртүрлі айтылады. Осы тағамды жасап көрсетпекпін. Қараңыздар, осылай өте бір әдемі, ерекше болып шығады. Ең бірінші біз қамырымыздың июі қанып тұруы керек. Онды ең алдымен елгезектен өткізіп аламыз. Содан кейін ыдысымызға онды салып, мөлшеріне қарай салып, біз сіздер қанша адамға шақтап істейсіздер, соны саламыз. Одан кейін тұз суымызды алдын ала дайындап қоямыз. Тұзымызды бірінші ерітіп аламыз. Содан кейін жақсылап қамыр илейміз. Қамырымызды қатты қылып илегеніміз өте өзімізге де пайдалы. Қамырымыз түскенде езілмей, қалпы әдемі болып шығады. Ал сол қамырымыз езілмей әдемі болып шығуы осы біздің қамырымыздың жасалуына байланысты. Қамырымызды ерекше етіп осылай жасасақ. Бұған жұмыртқа қоспасаңыздар да езілмей түседі. Міндетті түрде қамырды өте қатты қылып жасауымыз керек. Қатты болып, мүлдем жайылмай қалады, мүлдем жаюға келмейді емес, ол жаюға келеді. Оны міндетті түрде алдын ала ең бірінші біз тамақты бастамас бұрын осы қамырды дайындап алуымыз керек. Қамырды дайындап, оны бірнеше бөлікке бөліп, кішкентай жаятын бірнеше бөлікке бөліп, бетін жауып ұзақ қойған сайын, ол қамырымыз жұмсарып, одан сайын әдемі күйге енетін болады. Осылай біз қамырымыздың басын біріктіріп, осындай қатты болу керек, басқан кезде жұмсақ болып тұрмау керек. Осылай бетін жауып қалдырамыз. Ал енді біз оған дейін тамағымызды бастаймыз. Ең бірінші табамызға майымызды құямыз ыдысымызға, оның үстіне құйрық майды саламыз. Майды өте аз мөлшерде құйыңыздар. Сөйтіп құйрық майды көбірек салып, осылай жақсылап қызартып қуырамыз. Құйрық майымызды қызарып қуырған құйрық май, ол өте дәмдірек және май өте көбірек болып шықса, өте дәмдірек болады. Оның үстіне туралған еттерімізді саламыз. Кез келген ет болады, тауықтың еті болсын, сиырдың еті болсын, қойдың еті болсын, лақтың еті болсын, кез келген етті қолдана берсеңіздер болады. Осылай етті де жақсылап араластырып, оны да жақсылап қуырып аламыз. Осы етті қуырып жатқан кезде біз керек көкөністерімізді ашып дайындап қоямыз. Бізге болгар бұрышы, сәбіз, пияз, картоп және помидор. Помидор болмаған жағдайда томат пастасын қолдансаңыздар болады. Болгар бұрышы болмаса да болады. Ең бірінші алдымен картопымызды турап аламыз. Картопты өте көп мөлшерде ашыңыздар, өйткені біздегі ең басты осы картопымыз көп болса, тамағымыз өте дәмдірек болады. Картопты кішкентай әрі кубиктап 4 бұрышты етіп тураймыз. Видеода көрініп тұрған болу керек, 4 бұрышты етіп осылай тураймыз. Картопымызды турап болғаннан кейін пиязымызды тураймыз. Пияздың көлемі көп болған жақсы, ол тамағымыздың дәмін кіргізе түседі. 4-5 пияз турасаңыздар да артықтық етпейді. Мен өзі пияздың тамақты өте көп болғанын жақсы көремін. Сол себепті 5-6 пияз турадым. Пиязды өз қалауларыңызша 4 бұрышты етіп турасаңыздар да, ұзынша етіп турасаңыздар да өз еріктеріңіз. Осылай пиязды, ең алдымен пиязды тураймыз. Бірінші пиязды тамаққа салып қуырып аламыз. Міне осылай турап дайын болған пиязымызды қуырылып жатқан еттің үстіне саламыз. Бұны да жақсылап араластырып қуырып аламыз. Пиязымызды қатты өлдірмей қуырамыз. Солай қуырылам дегенше біз келесі көкөнісімізді турайтын боламыз. Бұл пиязымыз қуырылып жатқан кезде біз ендігі сәбізімізді ашып дайындаймыз. Сәбізді ұзынша етіп 4 бұрышты кубиктап тураймыз. Жалпы турау өз қалауларыңыз бойынша негізінде. Сәбізді көп мөлшерде қоссаңыздар да өз еріктеріңіз, аз мөлшерде жалпы қоспасаңыздар да өз еріктеріңіз.
міне осылай кубиктап тураймыз. Сонымен қатар тағы бір айта кететін жайт, егер де қазіргі таңда асқабақтың уже пісетін кезі, яғни осы асқабақтарымыз пісіп, асқабақты осы біздің май қамырғабымызды лағманға қоссаңыздар өте дәмді, дәм ерекше болады. Тәтті асқабақ болса, міндетті түрде қосуды ұмытпаңыздар. Оны картоппен бірге саласыздар. Міне осылай сәбізімізді салып, сәбізді де жақсылап шамалы қуырып аламыз. Одан кейін болгар бұрышын саламыз. Болгар бұрышын біздің үйдегілер жалпы ұнатпайды. Сол себепті мен үлкен-үлкен қылып турап сала саламын. Ал өздеріңізге байланысты майдалап турасаңыздар да еріктеріңіз. Сондықтан тамақтан тез теріп алуға ыңғайлы болу үшін мен осылай үлкен-үлкен етіп турай саламын. Ал енді осылай барлығы қуырылып жатқан кезде біз қамырымызды бір көріп қоямыз. Міне осылай қамырымыз жайлап, жұмсарып, бірігіп, дұрыстала бастайды бұл мезетте. Бұл қамырымызды бірнеше үстінен мыжғылап, оның июін қандырып, жақсылап бас болғаннан кейін біз қамырымызды бірнеше бөлікке бөліп, оларды да бетін жауып біраз уақытқа қалдырамыз. Яғни біз осы қуырылатын, бетіне салатын салмамызды жақсылап дайындап болам дегенше біздің қамырымыздың да июі қанып, жаюға дайын тұрады. Ал енді қамырымызды екі бөлікке бөлдім мен. Кіші-кіші екі бөлікке бөлсеңіз, яғни бұдан үлкен екі леген, яғни екі табақ тамақ шығады, екі тәрелке тамақ шығады. Міне осылай қамырымыздың бастары міне көріп отырсыздар, өте қатты болып тұрған байқалып білініп тұрған шығар. Яғни осындай қатты болған қамыр езілмей әп-әдемі болып түседі. Тамақтарыңыздың дәмі де ерекше болады. Қамырдың тұзын міндетті түрде ащы болу керек. Қамырдың тұзы ащы болған сайында қамырымыз езілмейді. Міне осылай барлығын бір-біріне біріктіріп, осылай бетін жауып, бұны бөлек қалдырамыз. Ал енді қуырылып жатқан тамағымызға барайық. Міне өте ерекше қып-қызыл болып қуырылып жатыр. Енді осының үстіне біз тураған картоптарымызды салып шығамыз. Міне көріп отырсыздар, картоптың мөлшері өте көп. Міне осылай картоптарымызды салып болғаннан кейін бұны да жақсылап араластырып қуырып аламыз. Міне осыны қуырып жатқан кезде дәмдеуіштеріңізді салсаңыздар болады. Кез келген приправаны, болмаса тұзды да осы мезетте салсаңыздар болады. Мінекей, енді біз картопымыз қуырып жатқан кезде қызанағымызды турап қоямыз, алдынан дайындап. Міне ол қызанақты да салып, шамалы ғана қуырамыз, өте көп қуырмаймыз, өйткені қызанақ көп қуырылса ащы болып кетуі мүмкін. Ал үстіне осы біздің картоптарымыз, етіміз барлығы жабық болатындай етіп салып, бетін жауып, оттың астын пәсеңдетіп қалдырамыз. Ал енді біз қамырымызды жаюымызға кірісейік. Міне бір қамырды аламыз. Міне қараңыздар, уже біздің қамырымыз кішкене жұмсарып, дұрысталып, әдемірек болып тұр. Енді үстіне ұн сеуіп, қамырымызды жаюға кірісеміз. Қамырды жайып жатқан кезде біз міндетті түрде газге керек суымызды дайындап қоямыз. Яғни қандай да бір үлкен ұзындау ыдысқа суымызды құйып, тұзымызды салып, бетін жауып, оттың астын қатты күйде қоямыз. Яғни біздің суымыз дайын тұру үшін. Ал енді қамырымызды жайып бастайық. Міне қамырды осылай жайып, яғни біз бірнеше бөлікке бөлдік, соның барлығын бірнеше уақытта жайып аламыз. Вуаля, қамырымыз жайылып дайын болды. Мінекей, енді қамырды жақсылап ораймыз. Яғни қамырдың қатты қалың болмау керек, не қатты жұп-жұқа болмау керек. Орташа болу керек. Міне осылай орап аламыз да, ортасынан қамырды бөлеміз. Бұл қамыр осылай түскеннен кейін, бұның да ортасынан бөліп, одан кейін қамырды турайтын боламыз. Мінекей, ең бірінші бетіндегі қамырды алып көрсетейін, қалай турау форматын. Міне осыны аламыз да, ұзын жағымен ораймыз. Міне, ұзын жағымен ораймыз. Және бірнеше бөлікке бөлеміз. Осылай үлкендеу бөліктер болуы керек. Міне осылай біздің қамырымыз дайын болады. Ал осы қамырларымызды турап дайындап жатқан кезде біз чеснокты дайындап турап қоямыз.
чеснокты біз осы қамырдың бетіне салатын салмаға саламыз. Чеснокты өз еріктеріңіз, жалпы салмасаңыздар да болады. Жалпы тамақтың дәмін одан сайын кіргізе түседі. Егер де дәмдеуіштеріңіз болмаса, осы чеснокты қоссаңыздар болады. Турау тәсілін өздеріңіз еріктеріңізде. Үлкен қылып турасаңыздар да, майда қылып турасаңыздар да болады. Бұны тек тамақтың бетіне салып, тамақтың астын өшіреміз бірінші, сосын тамақтың бетіне саламыз да бетін жауып қалдырамыз. Ал оған дейін біз қамырымызды сала беретін боламыз. Ең бірінші біз қамырдың суы қайнау керек. Суы қайнағаннан кейін барып қамырды біртіндеп сала бастаймыз. Міне, суымыз біздің қайнады. Енді қамырларымызды үстіне салып шығамыз. Қамырды салып тұрған кезде міндетті түрде араластыруды ұмытпаңыздар. Біздің қамырларымыз бір-біріне жабысып қалады. Судың да тұзын өте ашық алыңыздар, сол кезде қамырларыңыз езілмей әдемі түседі. Міне осылай араластырып, бетін жауып, оттың астын қатты күйде қалдырамыз. Ол жайлап біртіндеп көтеріліп, көпіршік пайда болып, яғни қамырымыз тасуы мүмкін. Сол себепті бетін ашып, қарап араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Міне осылай көтерілген кезде жайлап араластырамыз. Сосын біз қамырымызды өзі рең береді. Қамыр сол рең берген кезде күтеміз. Қамырымызды өстіп шамалы қозғап қайтадан бетін жауып қалдырамыз шамалы уақытқа. Міне, қараңыздар, қамырымыз уже біздің пісіп дайын тұр. Енді қамырымыздың үстіне мұздай суды құйып, қамырымызды табаққа аламыз. Міне, біздің қамырымыз дайын, өте дәмді, ерекше болады. Міндетті түрде қамырдың тұзын тік және суын да тік қылуларыңыз керек. Осылай қамырды алып болғаннан кейін біз тамақты аламыз, яғни біздің салмамызды аламыз да жақсылап араластырып аламыз. Яғни чесногі өзі бірімен араласуы керек. Содан кейін майын алып, майын тамаққа құямыз. Тамақты да, яғни қамырға құямыз. Қамырды жақсылап қозғап араластырамыз. Яғни біздің қамырларымыз бір-біріне жабыспай, және сол қалпы дастарханға қойылуы үшін. Яғни езілмей, біздің қамырымыз ешқандай езілмей түседі. Міне көріңіздер, қараңыздар, бір қамырымыз езілмей әп-әдемі болып түсті. Кепкірдің көмегімен осылай бетіне жайып біздің салмаларымызды саламыз. Иісін айтсаңыздар, иісі деген енді. Мына тамақты жеген де арманда, жемеген де арманда. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліңіздер. Менің видеоларымды ең бірінші болып көру үшін қоңыраушаны басып алыңыздар. Міне қараңыздаршы, біздің қамырларымыз езілмей, сол қалпы әдемі, бір-біріне жабыспай, ерекше болып